Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 6 сыныптың 89 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Language and Literature, Myths and Legends. Тіл және әдебиет, мифтер және аңыздар. I can talk about myths and legends. Мен мифтер мен аңыздар туралы айта аламын. Exercise 1. Match the words in the box with pictures. Мен мына суретке сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші суретте бізде God, екіншісі goddess, үшіншісі thunder, төртінші mountain, бесінші war. Exercise 2. Read and listen to the text. Which days of the week are missing? Мына мәтінді оқып, аударып алуымыз қажет. Norse, goddess and goddesses. The Norse people lived in the north of Europe a long time ago. They had many stories about gods and goddesses. We use the names of some of these gods and goddesses for the days of the week in English. Норвегиялық құдайлар дейді. Норвегиялық құдайлар дейді Европаның солтүстігінде өмір сүрген біраз жылдар бұрын. Олар туралы, құдайлар туралы көптеген хикаялар бар. Біз олардың есімдерін апта күндерін айтқан уақытта қолданады екенбіз ағылшын тілінде дейді. Tyr. The Norse god Tyr was the god of war and he lived on a high mountain. His name became Tuesday. Норвегиялық құдай Tyr, ол соғыс құдайы және ол биік тауда өмір сүрген. Оның есімі Tuesday. Wooden. Wednesday is Wooden's day. Яғни сәрсенбі ол Woodenның күні екен. Wooden was the father, ол әке, the ruler of all the gods. Енді және барлық құдайлардың несі дейді, билеушісі. Wooden was more important than all the other gods. Басқа құдайларға қарағанда Wooden орны бөлек маңызды екен. Thor was the god of thunder and he was very big and strong. The Norse people used his name for Tuesday. It means Thor's day. Thor lived with his wife and children. There are many stories about Thor's life. Thor найзағай құдайы болған. Және де ол өте үлкен және мықты болған. Норвегияның халқы оның есімін бейсенбі күніне қолданады, Tuesday. Ол Торстың күні деп аударылады екен. Тор өзінің әйелімен, отбасымен, балаларымен бірге өмір сүрген. Оның өмірі туралы көптеген хикаялар бар. Frigg. Friday comes from Frigg's day. Frigg wasn't a god. Friday, Frigg күнінен келген, ол құдай болмаған. She was an important goddess. Ол өте маңызды құдай болған. And she was very pretty. Өте әдемі болған. Everyone loved her. Әрбір адам оны жақсы көрген. In some languages, her name means wife or love. Оның кейбір тілдерде оның есімін әйелі немесе махаббат деген тақырыпта қолданады екен. Frigg деген Friday екен. Енді бұл жерде бізде Monday, Sunday және Saturday деген апта күндері айтылмаған екен. Exercise 3. Read the text again. Choose the correct words. Мәтінді қайта оқы, дұрыс сөзді таңда. Norse people lived in the Norse. Tyr is the god of war. Tyr соғыс құдайы болған. Thor was Wooden's father. Thor Woodenның әкесі. Thor Woodenның баласы. Thor was the god of thunder. Thor найзағай құдайы болған. Frigg was the goddess. Frigg ол да құдай болған. Exercise 4. Look at the pictures below. We use them for the other days of the week. Write the correct days дейді. Мына жерге суретке қарап, мынаны аяқтауымыз қажет. Мына жерде I, Monday, екіншіде Sunday, үшіншісі Thursday. Яғни бұл Thor дегенді білдіреді, Thursday. Exercise 5.
Work in pairs, write about a character from a popular myth or legend in your country. Use the questions below to help you. Then ask and answer questions with your another pair and guess the character. Өзіміздің елімізде танымал миф немесе аңыз кейіпкері туралы жазуымыз қажет екен. Және төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып, сөйтіп оны сыныпқа оқып берсек, оқып қойып бір-біріңе көмектесуге тырысыңдар депті. Мінеке жазып қойдым жауапты. Where and when did his character live? Мысалға, бұл жерде біз Қобыланды батырды алдық, я? Осы кейіпкерді алдық. Бұл кейіпкер қайда және қашан өмір сүрген? Қобыланды батыр lived in the 15th century in the territory of present-day Kazakhstan, especially in the Жетісу and the Sirdarya regions. Қобыланды батыр шамамен 15 ғасырда қазіргі Қазақстанның жерінде, әсіресе Жетісу мен Сыр бойында өмір сүрген екен. Who was he? Ол кім болған? He was a hero and the national warrior of the Kazakh people. Ол ержүрек батыр, елін қорғаған қазақтың ұлттық батыры болған. Was the character a good or a bad person? Бұл кейіпкер жақсы немесе жаман болған ба? He was good person, brave, honest and loyal to his people. Ол өте жақсы адам болған, ержүрек, адал және әділетті өзі халқы үшін. What was he like? Ол қандай? Мінезі қандай болған? Қобыланды was brave, local and strong. Қобылан ержүрек, батыл, еліне адал, мықты адам болған. Do people use the name of the character for a thing or a place? Жалпы осы кейіпкердің есімін қолданылады ма? Yes, there are streets, schools, theaters and books named after Қобыланды батыр in Kazakhstan. Қазақстанда көшелер, мектептер, театрлар және кітап атаулары да осы Қобыланды батырдың есімімен аталған. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Кездескенше барлық тапсырманы қатесіз жазып аласыңдар деген ойдамын. Сау болыңдар.